27 хадис. Баласын күйеуге айырбастаған әйел. Аф бин Маликтің, Алла оған разы болсын, айтуынша, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын біріктіріп, мен сұлу да әдемі бола тұра күйеуі өлгеннен кейін тұрмысқа шықпай, боянбай балаларына қараған әйелдермен жұмақта осылай бірге боламыз деген. Хадиске түсініктеме: мүміндердің барлығы жұмаққа кіреді, бірақ олардың жұмақтағы дәрежелері бірдей болмайды. Олар иманы мен амалдарына қарай әртүрлі дәрежеде болады. Бұл жайлы Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бір хадисінде былай дейді: жұмақтағылар өздерінен жоғарыда тұратындарды шығыс пен батыстағы жарық жұлдыздарды көргендей айқын көреді. Өйткені олардың араларында айырмашылықтар бар. Сахабалар: уа Аллахтың елшісі, жоғары дәреже пайғамбардікі емес пе? Оған өзгелер қалай қол жеткізеді деп сұрағанда, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Аллахтың атымен ант етемін, олар Аллахқа сеніп пайғамбарды растаған бір топ адамдар деп жауап береді. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, сахабалардың ойлағанындай жұмақтағы үлкен дәреженің тек қана пайғамбарға тиісті еместігін, оған Аллахқа шынайы сеніп пайғамбарларды растаған адамдарға да нәсіп ететінін білдірген. Мүміндердің шексіз қуаныштары Хазіреті пайғамбар мен Алланың оған игілігімен сәлем болсын жұмақта бірге болу. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, тірі кезінде жұмақта қандай адамдар өзімен бірге болатынын кейде білдіріп те отырған. Жоғарыдағы хадисте күйеуі өлсе де тұрмысқа шықпай, бала тәрбиесімен айналысқан әйел өзімен бірге дәрежеде болатындығын айтқан. Тағы да бір хадисінде өзінің немесе өзгелердің жетім қалған балаларына қараған адаммен жұмақта былай боламыз деп сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын көрсеткен. Бұл хадистің негізгі мағынасы: мұндай қайырлы істерді істеген адамдардың дәрежесі үлкен болады. Пайғамбарымыздың дәрежесіне жету оңай іс емес. Күйеуі өмірден өткен әйел тұрмысқа шықса, балаларымның жағдайы не болады деп тұрмысқа шықпаса, Хазіреті пайғамбар оларды өзімен бірге болатындығымен сүйіншілеген. Әрине, балаларын бағып қағу ниетінде болса. Абу Хурайраның айтуынша, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Абу Талибтің қызы Умму Ханиди өзіне тұрмысқа шығуын өтінген. Сонда ол: уа Аллахтың елшісі, мен қартайдым, оған қоса балаларым да бар деп тұрмысқа шығуға қарсылығын білдірген. Мұны естіген Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бұл түйеге мінген араб әйелдерінің ең қайырлысы деген.